Жігіттер, армысыздар. Әсіресе семейлік азаматтар. Қаншама жыл ядролық азап шеккен, кемтар балалары туған, содан уланып, өмірлері қыршын кеткен семейлік азаматтар. У Англии нет вечных друзей, есть только вечные интересы деген бар. Атақты бір саясаткер айтқан. Сол сияқты ешбір ел біреудің жағдайын ойламайды. Америка, басқа елдің, Ресей, Қазақстанның, Қытайда Қазақстанның, Арабта Қазақстанның жайын ойламайды. Біз де басқаның жайын ойламаймыз. Әр мемлекет өзінің жағдайын ойлау керек. Сондықтан 20 жыл бойы Қазақстанда АЭС салу керек, Қазақстанда АЭС салу керек деп, сол біздің жағдайымызды ойлап, біз үшін Путиннің қимасы қышып бара жатыр деп ойлайсыздар ма? Жоқ, өздерінің бір сұрқия ниеттері бар ма? Сондықтан ел болып, халық болып, бұл бәлені жерімізге салдырмауға тырысуымыз керек. Келесі ұрпақтан қарғыс, лағнат естімеу үшін. Бар жерге таратып, дауыс бермеңдер, АЭС-тің бізге әзірге керек жоқ дегенді, ер азамат болсақ, болашақты ойласақ, болашақтың қарғыс естімесек, осыны тарата жүрейік.